Сәлеметсіздер оқушылар, әдебиет содан бастаймыз. 22-ші сабағымыздың тақырыбы нағыз достық. Сабақтың мақсаты кейіпкердің мінез-құлқының өзгеру себебіне дәлелдер келтіре аласың. Бірінші тапсырма қанат сөзді оқы. Негізгі ойды анықта, осыған ұқсас қандай мақал-мәтелдер білесің. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде жаныңнан табылады. Досы жоқ адам түсі жоқтаған. Екі жасы қосылса, өлгенше дос болады, екі жағы қосылса, өлгенше қас болады. Қанат сөздер мақал-мәтелдерге ұқсас, ол терең ойды құрған, көлемі шағын нақыл сөздерге жатады. Қанат сөздердің авторы белгілі болады. Екінші тапсырма кестені толтыр. Нақыл сөздер мақал-мәтелдер ұқсастығы терең ойға құрған, көлемі шағын болады. Қанат сөздер авторы белгісіз, айырмашылығы қанат сөздердің авторлары белгілі болады. Үшінші тапсырма Марк Твеннің қандай әңгімесін есіңе түсір. Оқиғаны жазушы қалай аяқтағанын беріп оқы. Батылдық. Бір сағат өтті. Жаттауды оқыған оқушылардың көңілінен сыныптағы бір түрлі күйлер келтіреді. Доббис мырза үстелдің жәшігін ашты да кітапқа қолын созды. Алсам ба, алмасам ба дегенін кідірді. Балалардың көбі оның бұл қимылына жай ғана қарады, ал олардың ішінде екеуі шыдамсыздана күтті. Доббис мырза әуелі кітапты сипады, сонан соң қолына алып, орындыққа дұрыстап отырды да оқуға кірісті. Том Беккеге қарап қойды. Нұсқаны жоқ, Мергеннің көздеріне үркек ойынға ұқсап әрең. Том сол бойда онымен керісіп қалғанын ұмытып кетті. Тезірек көмек беру керек. Жағдайдың қиындығы сол бір нәрсені ойлап табатын уақыт жоқ. Тамаша, керемет ой дейді. Ол жүгіріп барып, кітапты алып есіктен шығып кетеді. Бірақ сәл-пәл ойланып қалды және ол сәт өтіп кетті. Мұғалім кітапты ашып үлгерді. Сәл ертерек қимылдап, сол сәтті пайдаланса болады. Үнсіз сәл үзіліс. Сол сәл үзілістің ұзақтығы сондай, тіпті онға дейін санатын үнге болады. Мұғалім ашуға булығып ақырды. Кім мына кітапты жыртқан деп сұрады. Бір дыбыс жоқ. Жүргіштің түсіп кеткенін естуге болатын. Бәрі үнсіз. Мұғалім кінәлі іздеп әр баланың жүзіне көзін қадады. Бенджамин Роджерс сен бе кітапты жыртқан? Жоқ, ол емес. Жар тағы да ұшты. Джозеф Гарпер сен бе? Жоқ, ол да емес. Мұғалім балалардың қатарын қарап болып қыздар жаққа бұрылды. Эми Лоуренс қыз басын шайқады. Грейси Миллер ол да солай. Енді кезекте Бекки Тэтчер. Томның қол-аяғы бірдей дірілдеп кетті. Жағдай өте қиын еді. Дәл осы сәтте Томның басынан найзағайдай жарқ етіп бір ой келе қалды. Ол орнынан атып тұрып, оны жасаған мен деп айқайлап жіберді. Том бір минуттай тұрды да шашылған бойларын жинап, жазаны қабылдау үшін алға шықты. Беккидің көзіндегі таңғалу, ауыл соған берілген марапаттай еді. Суреттер мәтіндегі қандай оқиғаларға сәйкес келеді? Мәтіннен сол жолдарды тауып қайталап оқимыз. Бесінші тапсырма Доббис мырза Томды қалай жазалауы мүмкін болжа. Доббис мырза оның ата-анасын ескерту жасар еді, немесе кітапхананы жинатып қоюы мүмкін. Алтыншы тапсырма мәтін қалай айтылып тұр, атау қай кейіпкерге қатысты айтылған түсіндіру. Осы сөздің мағынасын ажатында екі оқиға ойластырып айтты. Беккидің іс-әрекеті деген Томның бастапқы ойы қандай еді? Ол неліктен пікір өзгертіп ойлайсың. Томның іс-әрекетіне баға берді. Мәтін батылдық деп аталып тұр. Томға қатысты өйткені Беккидің істеген кітап сөзін қолданғанын айтты. Томның іс-әрекеті өте дұрыс деп ойлаймын, өйткені ол ашуға ұмытып еді де ренішін ұмытып Беккиді құтқару үшін шіркіндеп айтты, бірақ Томның бастапқы ойы Беккидің іс-әрекетінің ойы нашар еді. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.